Сәлем достар, сіздермен болған мен Тұтсай Тоқа-Бұқа Орд. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде директордың қызы 3-ші серия болатын болады. Сіздердің бәріңіз күткен сияқтысыздар. Көптеген просмотрлар жинап тастаңыздар, оларға рахмет. Бірақ достар, сіздер көп лайктар келіп кетіңіздерші, өтініш. Енді мен көп созбай бастайын. Айкөркем, тұра қойшы. Мә, азан болды ма, мен сабаққа барғым кеп жатыр. Азан болды. Беті қолыңды жуып ал. Мен саған таңғасыңды дайындап қоямын. Жарайды. Мен онда беті қолымды жуып келейін. Так, мектеп форма. Айкөркем, таңғасың дайын. Жарайды, жеп алайын. Сумкаңды мұнда қойып қой. Таңғасқа тағы осындай тамақ. Шай құйып берейін. Ішіп ал. Жарайды, мен сабаққа кешікпей тұрып, барайын сабаққа. Жолың болсын жаным. Рахмет, тәте. Жүрі сабаққа барайын. Бірінші сабаққа бармай тұрып, мен өзімнің суретке түсіріп алып, мектепке апаруым керек. Онда суретке түсетін жерге барайық. Осы жерге түсіп алыңыз, сумкаңызды әкеліңіз. Әдем болып түстім, әдем болып түстіңіз. Кеттік мектепке. Қалайсың, Айкөркем? Жақсы. Суретіңді әкелдің ба? Міне ұмытпадым. Жүр, бірге қойып берейік. Жарайды. Немене? Мен Елдосым артынан қалмайтын болды ғой. Сенің Елдосың да соған жабысып жүр. Бір Елдоспен бірге болам деген жоспарым бәрі бұрыш болатын болды. Одан кеш болмай тұрғанда кегімізді алайық та. Кегімді қалай алу керегін білем. Міне осы жерге қоям, бүгіннен бастап осы сенікі. Мен де сумкадағы заттарды қойып алайын. Кеттік. Балалар, мен келдім. Мен алдымен үй тапсырмасын тексерем. Үй тапсырмаларыңды орындап келген шығарсыңдар. Мен бірінші партадағы Аружаннан сұрайым. Не ба? Енді сенен басқа Аружан жоқ қой. Үй тапсырмасын орындадың ба? Ағай, менің просто қолым тимеді. Немене күнеге сөйтіп айтасың, қолым тимеді. Үйде немене сені қол сияқты жұмсай бере ма? Өтірік айтпа. Отыр 2. Қасындағы Лаула. Атың кім, сенің атың қиын ғой? Мен ба? Мен орындаған жоқпын. Сен де жұмсады ма? Жоқ, мен просто орындаймын. Табиғат туралы эссе жазу қиын ба? Отыр 2. Бір. Елдос, сен. Мен қысқаша қылып жаздым. Бәрібір әкел. Қазір. Бірақ қысқаша болғаның жарамады, сондықтан 4. Рахмет. Айкөркем. Мен орындадым. 5 жарайсың. Айзере. Бірақ қатесі жазуды үйрен. Жарайды. Ердос.
Ну сен бір әріптерді оның орнына жазып қоя бересің. Ну қате аның бәрі. Қатес жазып үйрен. Жарайды балалар, ары қарай сабағымызды өтеміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз кімсіз? Білмейсіз ба? Мен осы мектептің жаңадан директормын. Мына менің әжем ғой. Сенің әжең директор болды ма не? Я. Кешіріңіз, білмей қалдым. Мына ішінде қызым қайда? Әже, міне мұндамын. Отыра бер жаным. Кім деген менің қызыма тиеді, мен соны аямаймын, түсіндіңдер ма? Қызым, кім тиісетін осы сыныпта? Мына екі қыз. Енді сендерді жандарыңды шығарамын, түсіндіңдер ма? Менің қызыма тимеңдер. Түсіндік. Жарайды, басқа сыныптарды көріп келейік. Ой, бұл ұят болды ғой. Неғып тиісесіңдер Айкөркемге, біз тиіскен жоқпыз. Онда сендер ол өзінен өзі тиісті деп айта ма? Енді жандарын шығарам ол қызға тиісеңдер. Жарайды, сабағымызды жалғастыра берейік. Тәк сүнген жасында қоңырауда болып қалды. Ну, үйге тағы енді осы су туралы эссе жазып келіңдер. Екі қыз тағы да үй тапсырмасын орындаумен келсеңдер, көрерсіңдер. Ой, бір. Елдос, жүрші, менің кітаптарымды қойға. Жоқ, мен Айкөркемдікін айтып қойғанмын, соң күн тасимын деп. Менікінше, ну, өзің таси берші. Өзіме аға апарып алам. Шаршап кеттім және қыздан. Еще суретін әкеліп апты ғой. Маған бір ой келді. Қазір кітаптарды қойып алайын. Короче, біз оның суретін басып жыртып тастаймыз. Оның әжесі білсе бізді мектептен шығарып жібереді ғой. Білмей қалады. Ну, кеттік. Зато Елдостан да келді аламыз. Я Елдос деп ойлап қалады. Бізбен ойнағанның көккесін көрсін. Енді сіз кетіп қалайық. Лаула, Аружан. Неғып тұрып алыңдар алдымызға? Жай, әкеңде кітаптарыңды өзіміз апарамыз. Жоқ, керек емес. Жоқ. Ой, қойыңдаршы. Мейсіз бұлардың сол жерге баратын қалай ғана ойламадық. Енді мектептен шығатын болдық қой, мен шыққым кеп тұрған жоқ. Ата-анамыз өлтіреді ғой бізді. Тез кетіп қалайық. Ойла, менің суретім. Не істеп тастаған олар? Қиып тастаған ба? Суретіңе не болған? Білмеймін, және кейгі Лаула мен Аружан ғой осы жерден шығып баратқан еді ғой. Ой, бір. Әжең айтып берсе, олар точно айтамын мен. Мынау әжесіне айтайын деп жатыр. Біткен жеріміз осы. Мына әжелерді өзгерту керек. Әже, қызым, сені кім жылатты? Мына жәнегі Лаура мен Аружа деген қыз менің суретімді жыртып тастады. Олардың жандан жан. Лаура мен Аружан деген қызды әкел. Кімнен қашып жүрсіңдер? Лаура, Аружан деген қызды көріңдер ма? Қазір ғана мынау жерде тұр. Жүріңдер. Оларды қайқап кетесіздер? Шаруаң болмасын. Біткен жеріміз осы. Айтып қойсаңдерге. Мен сынымға, сендердің сыныптарыңа кіріп, менің қызыма тимеңдер деп. Сендер оны елемей, тиісіп суретін жыртып тастапсыңдар. Енді бұл қайталамайды. Зато мені мектептен шығартпағанға рахметтеңдер. Бар сыныптарыңа. Рахмет, әже. Әке, мынау суретті қайтадан шығарып беремін. Жарайды. Міне. Рахмет.
Айкөркем, Лаулама, Лаурама, Аружан қайда бәрі қайтқан. Директордың кабинетінде. Не үшін? Вообще-то Айкөркемді не үшін алған? Просто мына екі қыз Айкөркемге тигендіктен, жәнегі директор Айкөркемнің әжесі емес па, сосын әжесі олардың жандарын шығарып жатыр, короче. Өздеріне сол керек. Кешеден бері Айкөркемге тиіп жүреді. Не қылдыңдар? Айкөркемнің әжесінен бір таяқ жеп алдыңдар ма? Сен сөйлемей отыршы. Мұнда іліп қояйын. Мен де келдім.